Өте тамаша, ешкім қоймайтын сұрақ мынау. Иллюстрация деген заң шет елдерде, көптеген елдерде қолданылған. Иллюстрация деген мына қазіргі адамзат баласына қиянат жасаған режимді қолдаған, соған қызмет еткен адамдардың жазалау деген сөз. Бізде анау 17-ші жылы, 16-ші жылы соғыстан кейін 37-ші жылдарда иллюстрация болған жоқ. Міне біз соның зардабын әлі күнге дейін шешіп нетіп отырмыз, тартып отырмыз. Мынау қазіргі істеп жүрген мысалы прокурорлар бар. Қаңтар оқиғасында балаларды қинауға қатысып тұрады, еще өз команда беріп тұрған. Давай, үйтіңдер, бүйтіңдер деп. Көрдіңіз бе? Енді осыларға иллюстрацияны қай уақытта жасалады? Мына билік ауысқан кезеңде. Егер шын демократиялық қоғам, құқықтық мемлекет орнаса, иллюстрация жасау керек. Мен иллюстрацияға енді сөздің барысында айта кетейін. 98 судьяның фамилиясын жаздым интернетке. 98 өзімде лично қолымда олардың отпискасы бар. Заңға қайшы шешім шығарған. 70-тен астам прокурор бар. Оны бас прокурордан бастап, Алматының бар прокуроры бар. Маған өтірік отписка жазған. Бас десе құлақ деп жазады. Сонан кейін 100-ден астам тергеуші бар. Лағып бет албат өз жазғанын өзі білмейтін. Міне, осылардың барлығының менің қолымда дәлелі бар. Ертең иллюстрация заман туып, мынау режимге қызмет еткен, халыққа қиянат жасаған, қорлаған, зорлаған, оларды жаңағы азаптаған адамдардың барлығын жаңағы заң талабы бойынша иллюстрацияға түсіреді. Ондай заң бар. Румынияда болған, көптеген елдерде болды. А біздің Қазақстан иллюстрация болмады. Сондықтан міне біз осы күнге дейін әлгі ана судьялар айтады, біз судьялардың заңында бар, ол жауапқа тартылмайды деген. Сосын ол білген істейді, көрдіңіз ба? Ондай болмау керек. Әр адам өзінің қылығы үшін, даже президенттің өзі жауапқа тартылу керек. Импичмент деген термин бар. Шет елдерде импичмент жарияласа парламентке дауысқа салады да, жаңағы президент түсіреді. Мысалы, ана Американың бір президенті болды, аты қазір есіме түспей тұр. Бір любовницасы болып, сол халық наразы болып, әлгіге импичмент жариялағанда, ол халықтан кешірім сұрап Американы аман қалды. А біздің Ельцинге де импичмент жариялаған. Оған қандай кінәсін? Ол Шешенстанға соғыс аштың деп. Сол кезеңде Думаның 4 дауысы жетпей қалған. Содан аман қалды. Ал Латвияның президентіне импичмент жариялаған, оған ол не істеп қойған? Ол бір орысты Латвияның гражданствосын берген. Сол үшін оған импичмент жариялады. Оның парламенті бір дауыспенен әлгіні орнынан алып тастады. Міне, импичмент, құқықтық мемлекет деген осы бауырым. Құқықтық мемлекетте құқыққа ғана бағынады. Сенің туысқаның, сен Назарбаевтың туысқансың, кім оған қарамайды. Ана заң не деп тұр? Заң қалай жазылса солай орындалу керек. Міне біздегі ана конституцияда жазылған жаңа құқықтық мемлекет орнатылады алда деген сияқты. Ондай болмайды. Жақсы аға, түсінікті. Иллюстрация туралы болса, иллюстрация бізге ауадай қажет. Иллюстрация болса, халық түзеледі. Ертең біледі. Бұл жауапсыз қалмайтындығын. Тамаша. Ол